Қарлығаш әулие. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ел ауған ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйін жықпапты, қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасы Төле биден көшпей қалуының сырын сұрапты. Шаңырағыма бір бейкүнә қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан суы басқанда Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған, адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорыған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым дейді дана Төле би. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын Төленің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы. Шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті. Серік Негимов, Шешендік сөздер кітабынан. Төле бидің нақыл сөздері. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді. Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңең кетпейді.